Дәмі тіл үйретін әрі жұмсақ котлеттер әзірлейміз. Ендеше каналға жазылып, лайк басып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Күнделікті ас мәзірімізді етсіз елестете алмаймыз. Дәмді тағамды әзірлеу үшін ұзақ уақыт талап етеді. Ендеше уақытты үнемдеп, котлеттерімізді пеште пісіретін боламыз. Қажетті заттардың барлығын экранда жазып қалдырдым. Ендеше біз бастаймыз. Алдымен пиязды ұсақтап тураймыз. Теркадан өткізуге де болады. Егер суы көп болатын жағдайда суын сығып алып тастаңыздар. Бұл біздің котлетіміз жарылып кетпесі үшін. Егер фаршымызда да артықша су болатын болса, оны да сығып алып тастаймыз. Бір сарымсақты теркадан өткізіп, қара бұрыш, тұз өз қалауларыңыз бойынша бір жұмыртқаны шағып саламыз, және де 2 ас қасықтай майонез салатын боламыз. Бұл біздің котлетіміз жұмсақ болып шығу үшін. Барлығын біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Котлетті жақсылап араластыру маңызды. Себебі жақсы араласпаған жағдайда котлеттеріміз қуырған кезде жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті қатты формаға келтіріп, қолымызбен қысып барып, содан соң ғана қуырып бастаймыз. Екі жанын қызартып, қызып тұрған пешімізде 180-190 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Фольгаға орап пісірдім мен, ол котлеттің жұмсақ болып шығу үшін көмектеседі. Егер фольганы алып тастайтын болсақ, котлетіміз кішкене құрғақ болып қалады. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын, өте сочно болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, каналды қолдап кетіңіздер.